Яни немесе Laurel. Сіз қандай сөзді естіп тұрсыз? Laurel. 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 Қысқаша мән-жайды түсіндіріп кетейін. Осы аптада сіз нені естіп тұрсыз деген сұрақ қойылған видео желіге жүктеледі. Бір қызығы, бұл видео бірнеше әлеуметтік желілерге бірден таралып, қызықты тақырыпқа айналды. Бірі яни сөзін естідім десе. What do you hear? Indisputably, Yami. Indisputably. No controversy. No controversy. Басқалары Laurel деген адамның есімін естідім деп жеңістік бермейді. Okay, what do you hear? She's crazy. It's Laurel. Тіпті шетелдік атақты бағдарламалардың өзінде осы сұрақпен жұртты біраз әбігерге салды. Laurel. Laurel. Okay, so Жақсы, Laurel сөзін неше адам естіді? Ал яниді кім естіді? Okay, somehow this has forever divided our world. Твиттерде жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша адамдардың 47%-ы яни деген сөзді естісе, қалған 53%-ы Laurel деген сөзді апанық естіп тұрмын дейді. Yanni. Laurel. Yanni. Laurel. Yanni. Laurel. Yanni. Бір қарағанда бұл феномен адамның ақылына қонбайтын дүние болып көрінуі мүмкін. Алайда ғалымдар бұл мәселені айқындап берді. Біріншіден, егер сіз бұл аудиодыбыста, яғни Laurel деген сөзді көрмей естісеңіз, онда сіз тіптен басқа сөзді естуіңіз мүмкін. Сөйлеген кезде дыбыс серпінді толқын арқылы ауада тарайды. Бұл суретте дауға айналған аудионың дыбыс толқындарының визуалды бейнесі көрсетілген. Келесі суретте Laurel сөзі. Өздеріңіз көріп тұрғанда екі суреттің акустикалық функциясы ұқсас. Ал яни сөзінің дыбыс толқындарының визуалды бейнесі осындай. Көрсетілген үш суреттің де акустикалық ерекшеліктері бір-біріне ұқсас келеді. Неге бұл дыбысты естіген адамдар әртүрлі сөзді естиді? Бұған себеп жас айырмашылығы болуы мүмкін. Мысалы, яни сөзі жоғары жиіліктегі дыбыс. Үлкейген сайын біздің құлағымыз жоғары жиіліктегі дыбысты нашар еститін көрінеді. Сол себепті яни сөзін көбінесе жастар естиді. Did you hear Yanni? Me too. Me too, fam. Okay. Егер жалпақ тілмен емес, дыбыспен түсіндіретін болсақ, ол былай. Біз бұл дыбыстың тонын 30%-ға төмендетсек, сіз яни деген сөзді естисіз. Yanni. Yanni. Алайда осы дыбысты керісінше 30% жоғары тонға көтерсек, Laurel деген сөз естіледі. Laurel. Laurel. Адам өзіне қажетті дыбыс толқындарын реттей алады. Мысалы, шулы кафеде жанымыздағы достарымыздың сөздерін тыңдай аламыз. Немесе артқы жақтағы әңгімелерді де ести аламыз. Сол сияқты біздің миымыз өзіне ыңғайлы жиілікті таңдайды. Соған байланысты біз яни немесе Laurel деген сөзді естиміз. Laurel. Yanni. Laurel. Yanni. Laurel. Yanni. Laurel. Yanni. Laurel. Сонымен қорытындылайтын болсақ, әлеуметтік желіні дүрліктірген сұрақтың дұрыс жауабы қандай? Яни немесе Laurel? Егер де сіз Laurel деген сөзді естісеңіз, демек сіздің жауабыңыз дұрыс. Өйткені бұл дыбыстың түпнұсқасында Laurel деген сөз айтылады. Жарай, түсіндім. Жақсылар, бүгінге осы. Маған қызық арнасында көріскенше, қош сау болыңыздар. Стоп. Айтпақшы, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.